бұл дүниеде Аллах Тағала қарап тұрсақ, момын адамдарға бір сынақты оны жек көргеннен бермейді, жаман көргеннен бермейді. Бәлкім оның күнәларын кешіру үшін, оның дәрежесін көтеру үшін береді. Мысалы, бір кілемді қағудан мақсат оны қаттыру емес, бәлкім ондағы шаңды шығару. Сол сияқты Аллах Тағала бізге сынақты бергенде, оны бізді қинау үшін емес, бәлкім бізге бір үлкен дәрежелерге жеткізу үшін, және біздің күнәларымыз кешіру үшін береді екен. Пайғамбарымыз сол ислам айтты, ең көп сыналатындар бұл дүниеде пайғамбарлар деді. Содан кейін салих кісілер деді. Кейін адам өзінің иманына қаратай сынала береді деді. Иманы берік болған сайын ол адамға сынақ қаттырақ бола береді деді. Және де бір кісі келіп пайғамбарымыз сол исламға, уа Алланың елшісі, менің малдарым қырылып қалды, өзім ауру болдым деген уақытта пайғамбарымыз сол ислам ол кісіге не деді? Малы да қырылмайтын, өзі де ауырмайтын адамда ешқандай жақсылық жоқ деді. Кімде-кім Аллах Тағала оны жақсы көретін болса, Аллах Тағала ол пендеге бір сынақ береді, және сынақ бергеннен кейін оған сабырлық береді деді. Сондықтан қарап тұрғанымыз сияқты, бұл жаңағы неден мақсат, бір сынақтардан мақсат Аллах Тағаланың бізді жақсы көргендігінен.